Сәлем достар, сіз WhatsApp желісін қолданасыз ба? Бұл өмірде WhatsApp желісін қолданбайтын адамдар жоқ шығар, иә? Егер болып жатса, комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіз. Я достым, сіз WhatsApp желісін күнделікті қолданасың. Сіз WhatsApp желісін 100%-ға қолданасың ба? WhatsApp желісінің қыр-сырын, яғни секреттерін білесің бе? Білмеген болсаң, осы видеоны аяғына дейін қарап, WhatsApp желісінің қыр-сырларын біліп ал. Ал ендеше бастайық. Бірінші құпия, яғни бірінші функция WhatsApp желісінің түсін ауыстыру. Яғни қазір қолданып жатқан түсін түнгі режимге ауыстыру. Қара фонға, қара экранға ауыстырамыз. Бұны не үшін қолданады дейсіз ғой? Зарядканың пайызы төмендеу барысында сіз осы функцияны қолдана аласыз. Қалай екенін ендеше көрсетейін. Телефонды алып, WhatsApp желісіне кіреміз. Кіргеннен кейін 3 точканы басамыз. Настройки, осының ішінде чаты дегенді басамыз. Бұл жерде тема деген тұр. Светлая деп жазылып тұр, по умолчанию деген жазылып тұр. По умолчанию деген ол құрылғы өзі таңдап алады. Мысалы, не темный режимді, не светлый режимді өзі таңдап қояды. Біз темный режимді басамыз. Окей дейміз. Міне WhatsApp қара режимге ауысты. Сіздің зарядкаңыз тез отыратын болса, осыны түнгі режимге қойып қойғыла болады. Ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше келесіге көшейік. Екінші құпия, екінші функция шрифттарды өзгерту. Қалай екенін телефонда көрсетейік. WhatsApp желісіне кіреміз. Мысалы, бір сөз жазамыз, каналға жазыл деп. Жазамызда бүкіл сөзді таңдап белгілеп аламыз. 3 точканы басамыз. Осының ішіне міне таңдап алуыңызға болады. Осы шрифттарды қолдану арқылы әртүрлі шрифттар жібере аласыздар. Мысалы, мынауысын таңдап көрейін, зачеркнутый деп жібереміз. Енді міне сөзді көріп тұрсыздар, ол сызылып қалды. Тағы екіншісін таңдап көрейік. Сөзді жазамыз, белгілейміз және жирный дегенді таңдаймыз. Міне анық қара түске боялды. Осындай керемет шрифттарға ие болуға болады. Айтпақшы, бағанадан каналға жазыл деп жатырмын. Каналға жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылыңыз. Астындағы подписаться деген кнопканы басып, жанындағы қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Сол арқылы сіз жаңадан шыққан видеоларды бірінші болып біліп отырасыз. Келесі үшінші құпия, үшінші функция геолокацияны жіберу. Яғни сен қай жерде тұрсың, соны досына жіберу. Мысалы, WhatsApp'та бір досыңызға сен қай жерде тұрсың, соны жіберші, координаталарды жіберші деп сұрайды. Ол үшін скрепканың суреті тұр, соны басамыз. Осы жерде место деген тұр. Достар, геолокацияны жібермес бұрын сізде өзіңіздің GPS-іңізді геолокацияны қосуды ұмытпаңыз. Геолокацияны қосқаннан кейін бұл жерде место дегенді таңдаймыз. Кішкене күтеміз. WhatsApp желісі бізді тауып алады. Шыққаннан кейін делиться геоданными дегенді басамыз. Сосын мына жерде минутын жазып береді. 15 минут, 1 сағат немесе 8 сағат көре аласыздар. Ол қалай деген мағына. Яғни астына комментарий жазып кете аласыз. Мен үйдемін, мен даладамын, мен мұндамын деген жердемін деп. Бұның ішіндегі сағаттар мен минуттар нені білдіреді дейсіз ғой. 1 сағатқа қоятын болсаңыз, жіберген кезде досыңызға ол тек 1 сағат бойы көре алады. Яғни 1 сағат көлемінде басқа жерге барсақ, ол бізді бақылап отыра алады. 1 сағат ішінде бәрін көріп отырады біздің тұрған жерімізді. Барлығын жазғаннан кейін делиться дегенді басамыз. Мен жұмыстамын деп. Қазір мен үйге барсам, менің досым 1 сағат көлемінде көріп отырады қайда барғанымды. Бұл өте керемет функция. Пайдаланып көріңіздер. Келесі функция, келесі құпия, ол галочкалар. Галочкаларды қалай оқылмады деп көрсетуге болады. Яғни бір галочканы өздеріңіз білесіздер. Ол жіберілді деген. 2 сұр галочка жеткізілді деген. Ал 2 көк галочка оқылды деген сөз. Кейбір адамдар оқып қойып, жауап қайтармауы мүмкін. Сол кезде жіберуші адам жынданып ренжуі мүмкін. Сен мен неге хабарламды оқымадың деп. Осындай жағдайларда болдырмас үшін көк галочканың орнына сіз оқысаңыз да сұр галочка тұра береді. Оны қалай жасаймыз? Оны жасау үшін WhatsApp желісіне кіреміз. Настройка, аккаунт дегенді таңдап,
конфиденциальностьқа кіреміз. Осының ішінде отчет о прочтении деп тұрады. Менде қазір қосулы тұр, яғни оқығанымызды көре алады. Егер осыны осылай сөндіріп тастасақ, біздің оқығанымызды көре алмайды. Яғни маған бір SMS жіберетін болса, мен оны жасырын түрде оқи аламын. Яғни оған менің оқығаным көрінбей тұрады, сұр галочка болып тұрады. Пайдаланып көріңіздер. Ал енді достар, 5-ші құпия, 5-ші функция ол защита, яғни қорғау. Сіз WhatsApp желісінде көптеген адамдармен сөйлесесіз. Және кейбір адамдарға сіздің кімдермен сөйлескеніңізді көрсетпеу үшін көрсеткіңіз келмейді. Яғни сіз өзіңіздің WhatsApp-ыңызға құлып қойып тастауға болады. Қалай жасау керек? WhatsApp желісіне кіреміз, және де 3 точканы басамыз. Настройка, аккаунт дегенге кіреміз. Конфиденциальность, осының ең астында блокировка отпечатком пальца дегенге кіріп, мына жерде қосу дегенді түртеміз. Осының ішіне кіргеннен кейін өзіңіздің қолыңызды сканерлеп қойып қоясыздар, сонда сіздің WhatsApp-ыңызға ешкім кіре алмайды. Міне достар, сіздер WhatsApp желісін 100% қолдана алмасаңыз да, 50% WhatsApp желісінің тиімді жақтарын біліп қалдыңыздар. Осы видео ұнаған болса, және қай функция сізге қаттырақ ұнады, соны комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.